Күнделікті рационға қандай дәруменге бай тағамдарды қосуға кеңес бересіз? Дәруменге бай тағамдар бауыр, көкөністер, сәбіз, қызанақ. Жауабыңызға дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесіз? Дұрыс тамақтану дегенді адам негізі күніне 4 мезгіл тамақтану керек. Әр тамақтанудың уақыты кемінде 4-5 сағаттан болу керек. Әсіресе жас өскелең балалар үшін дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор. Баланың тамағында, рационында дәрумендерге бай тағамдар болу керек. Жауабыңызға рахмет. Қандай тағамдар денсаулыққа зиян деп ойлайсыз? Қазіргі уақытта, ең біріншіден қазір балаларға, мектеп оқушыларына сендерді айтар едім. Фастфуд өнімдері жеңіл түрде дайындалған. Одан кейін коланы көп ішеді. Одан кейін қазір горилла деген өте зиян, денсаулықтарына зиян, жаңадан дамып келе жатқан болып. Барлық бала барға ол зиян деп есептейді. Содан оны қолданбаса, мүмкіндігінше үйдегі дайын анасы дайындаған тамағындарды ішсе, келешекте керемет денсаулығы зор балалар шығады. Жауабыңызға Күніне қандай тамақтану дұрыс? Күніне 4 рет тамақтануымыз. Таңғы ас, түскі ас, түстен кейінгі ас және кешкі ас. Денсаулығымыз мықты болады. Зиян тағамдар туралы ақпарат. Зиянды тағамдар